Ассалаумағалейкум ата. Қалыңыз қалай? Бағанадан бері сізді қайда көрдім деймін. KFC-де көрген екен ғой. Негізі 7 жыл бұрын келіннің атын Қалчан. Осы келіннің атын есіме түсіру үшін бірінші Қалчанды еске түсіріп, содан кейін Қалчан деп. Баяғыда бір атамыз суға батып бара жатып сасқаннан кемпіріне мама депті ғой. Балаңызды айтам. Стилі деймін да балаңыз. Бұл күнге қалай жетті? Қарашы, тәңіршілердің имамы ұқсап тұр ғой мына жерде. Үш қызы бар Жасұланның. Үш қызды тәрбиелеп өсірген адам жұмаққа барады дейді апа. Сіздердің дұғаларыңызбенен Жасұлан Алланың разылығына ие болсын. Бірақ сізде 7 ұл екен ғой. Рас па? В чем секрет вашего успеха? Жасұлан ең кенжесі, 6 ағасы бар. Қалай сонда? Сол секретті айтсаңыз болады ғой. Қалай? Себиялы құпия. Үйте бермеңіз қазір. Надо будет, апамнан сұрап алам. Мен құпияны білем қалай болғанын. 7 жыл бұрын Жасұлан үйлендіргенде негізі Жасұланның 7 ағасы ең біріншілері әпкесі, сестрасы қыз болып туған ғой. Содан мына кісі ренжіп, сен қыз таптың деп апамыз деген духовитый кемпір бар. Саған ол керек па? Көрсетейін деп, міне понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье деп 7 ұл тауып бергенді. 7 ұл таптырған әкеміз батыр еді, анамыз сезіміне жақын еді. Дәл қазір енді тойды жасап жатыр, сол әкемнің последний Патрон деп шапылдап. Жасұлан тұсауын кесуші еді, қыз ұйықтап қапты. Қалчан айтып жатыр, кейін оянғасын кесеміз дейді. Мақұл. Болды ғой. Алла қаласа ұрпағың көп болсын. Міне, саған ең бірінші Құдай нәсіп етіп жұмақтың есігін ашып берді үш қызбенен. Енді бұдан кейін сәл енеңмен ақылдасып отырсай. Негізі ана шашты қишық қыз құсап өстірме. Содан сен женский гормоның көбейіп жатыр. Содан бәрі. Вроде бы мужественныйсың да? Бірақ білмеймін. Түріне қараса тоқа қыстап тұратын еркек сияқтысың. Бағана айттық қой, тост деген бүгін болмайды. Мынандай подаркалар. Өткенде Жасұлан звондады. Не алайын деп. Сосын мен айттым, енді үйленгеннен бері жасап атқан тойын ғой, бір жақсы подаркалар ал, кілем деген ғой. Туалетке төсейтін кілем. Жалпы сыйлықтың үлкені кішісі болмайды. Кім бүгін кез келген сыйлықты алып кетеді, соның үйінде той болады деп ырымдаймыз ағайын. Любой подарканы аласыз. Қазір любой әнді қоям, кез келген ән. Кім сол әнді бірінші табат, мына жерге кеп угадать етеді. И все. Ал, мынау қандай ән? Кеттік. Кім болып келесіз? Мен Қалчанның құрбысымын. Қалчанның құрбысы? Аға. Қандай сыйлық алғыңыз келіп тұр? Туалетке арналған деп. Жоқ, негізі бұл әсі деп жатыр, туалетке арналған емес, залға арналған, просто зал кішкентай болу керек. Баланды емізіп атып шауып бердің ғой сен. Дүние не істетпейді? Есіміңіз кім? Әйгерім. Тура менің әйелімнің есімі сияқты екен.
Мен келіншегім аты да Айгерім. Так, онша емес бір подарка. Кім болып келесіз? Мен Хачамның группаласы. Мынау Хальчам жағынан келіп жатқандар өзің слишком көп алып жатқан жоқсыңдар ба? Группаласыз ба? Қандай ән? Жылама, махаббат, жылама, саған жылауға болама. Тепал деген шайнекті білесің бе? Мынау соның баласы Тапал деген шайнек. Еміз ана баланы. Сіздің тағдырыңызға жазылмаған бұдан. Солай. Есіміңіз кім? Еркебұлық Кім болып келесіз? ағасының Жасұланның туған ағасыз ба? туғандырады. Жасұланның туған ағасы. 7 ағайынның ішіндегі міне. Өзі түрі бір-біріне ұқсайтын адамдарды көрсеңдер міне. Өзіңіздің тойда подарка алуға ұялмайсыз ба? Подарка алайын деп тұрған жоқпын. Өлеңнің атын айтып деп тұрмын. Хорошо, айтыңыз. Очен Нури деген өлең ғой. Қалай? Очен Нури деген өлең. Ол әннің авторы өзі біле ма осылай айтылады? Очен Нури емес. Ченури. Жарайды, аға. Не дейін аға, не дейін, арта берсін мерейін. Осы тойда мен сізге тоқал алып берейін. Жо, алыңыз. Жо, тоқалда келсін, дұқын жетпей қалды ма? Ал, мынау қандай ән? Кеттік. Есіңіз кім? Алма. Кім болып келесіз? Алатау серілері дүниеге келген Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісі. Алма ханым, қандай ән? Өмір деген. Сіз уағыз айтып жатқан имам сияқтысыз ғой? Сәл групп нетінсе анализға түсіп. Хорошо, Алма ханым. Алма. Түгел жақсы сөздердің бәрі тоқа әйелге арналған, еркекке жоқ ондай сөз. Мысалы, жұмақ ананың табанының астында дейді ал. Бізге бар ма еркекке? Жоқ ондай сөз. Ана бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлем тербетеді. Бізге ше? Бізге жоқ ондай сөз. Анаңды 6 рет Меккеге апар, қарызынан құтылмайсың. Ал бізге ше? Бізге еркекке қазақта 2-ақ сөз бар. Атаңның басы, әкеңнің аузы. Все болды. Жұмақ ананың табанының астында береке, әкенің маңдай терінде, осы жердегі ер азаматтар үшінде бір шапалақ ұрып қойға ғайын. Let's try it. Ал енді мынау конфеттің ішінде екеуіне норковый шубаның құны. Мынау конверттің ішінде норковый шуба. Осы екеуіне Жасыланда жүн жетеді ғой. Кішкентай қыздың құлағын алтын сырға. Жаңа Алчан, енең осы Жасыланымды баптап жүргенің үшін саған басымды емдеді. Көрдің ба? Бұл не сұмдық? Соны айтам, Ол тарихта болмаған нәрсе ғой ол, апа. Ответ. Жерге дейін. Мандайың кафілға тиіп искра шықсын. Атамда молодец, келді сүйіп атыр. Міне, екеуі самурайдың соңғы тұқымдары ғой. Сенің резинкаңды тақып кете беретін шығар,
Ортаға сен спортты жақсы көресің ғой. Қазақ күресімен айналысасың. Боди бодибилдинг ба? Сонымен айналысасың. 8 жігіт шығарып деген. Бірінші кімді шығарасың? Әр жақтан болсын. Біреу Семей, біреу Қызылорда. Бірінші кім? Ұстаздарым отыр. Кім? Атын айтсайшы. Қазақстан чемпионы, әлем чемпионы менің ұстазым, механик ұстазым жақында. Алматы. Алматы осы жерде? Осы Қуаныш Градфонға дүниеге келдіңіз? Шиелі. Қызылорда? Қой. Мен су жақтан қой аталарым. Нартай Бекжанов мен атам ғой. Бірінші орын құтты болсын. Жігіттер, халал той, андай бір шошандап, билеп, ондай ойын емес. Спортивный ойын, Жасұлан өзі спортқа жақын. Қазақтың ұлттық ойыны желке тартыс, бұқа тартыс деп аталады. Енді ең бірінші ортаға, міне, Жаңарқа және Нарынқол. 2, 3. Кәне! Нарынқол. Семейдікі болса да Жасұлан Төленгіт руға кірмейді. Сондықтан сен Жасұланның туған жері Семейдің атынан, сен руға кірмейтіндердің атынан давай. Екеуің де бөтен емессіңдер. Қолмен ұстамаймыз. 1, 2, 3. Семей, Шымкент. Семей! Мә, Семей, жандарың кірді ғой кәдімгідей. Қармақшы мықты ма, Шиелі мықты ма? Қызылорданы кім ұстап тұр? Қармақшы или Шиелі? Қандай вид? Қазақ күресі. Қазақ күресі. Сіз спортпен айналысқансыз ба? Шахмат қой. Енді прям ақылды адамға ұқсамайсың. Анау ебедейсіз барабанмен шыққанда. 1. Уже кетіп баратсың ғой Шиелі. Барын сал, кішкентаймын деме, ол спортта салмаққа қарамайды. Наоборот, қазақ айтады, кішкентай шайнек тез қайнайды дейді. Еңкейіп ал, техникасы бар бұның. Еңкейіп ал, максималь ал, иә. Жо, сен түзу тұр, саған айтып отыр. Ай, еңкейіп ал. 3 дегенде бірақ тартамыз. 2 дегенде кете бер. 1, 2, 3. Ал! Қармақшы, пас ұр. Так, полуфиналдасыз Шиелі. Ал енді 2 К700. Кеттік. Шәуілдір және Алматы. Түгел Алматы за тебя, қазір. 1, 2, 3. Ал! Все, 4 қалды. Ал ортаға Семей, Шиелі. Кеттік. Семей, Шиелі. Ал бауырым, бүгін Семейдің тойы. Телевизорды Семей алу керек. Телевизорды сен алу керексің. Өзімізсің ғой. Өйткені бағана телевизор құлатып алдық. Істемей. Сондықтан Семей алу керек. Шиелі намысты бермейді.
бағана оған жол берді. Ал 1 2 3 ал кеттік. Шиелі. Так. Ал. Өзбекстан, Қазақстан. 2 3 Al. Gene. Al. Şabalak. Ал. Финал. Давай, бол тез, ол шаршап тұр. Как раз шаршап тұр. Айғырдың бойына қарама, ысқырғанына қара дейді тұр. Ал. Екеуі де шапанды бір жерден алған екен. Ананың артында не суреті бар, сен алдап жүріпті. 1 2 3 al kettik. Өзбекстан бірінші орын алды. Шапалақ ұрмай-ақ қояйық. Екінші орынға Алисаны танисыз ба? Иә. Қаншадасыз? 37. 37 міне. Сырласыз дейтін жасқа келіпсіз ғой. Сондықтан осы Алисамен сырласып любой сұрақ қоясың, бәріне жауап береді. Сізге. Міне, чегі гарантиясымен бірге. Көрдің бе? Басқалар осындай гарантиясын алмайды ма? Наймандардың ортасында өскөсін міне, көріп тұр. Телевизор. Енді прям бергім кеп тұрған жоқ. Өзбекстан деп жай қалжыңдап атқан шығар, иә? Қалжың ғой. Қазақ. Албан. Ичо деппін ғой, дұрыс. Вообще, сондай дұрыс емес. Шығып ап, мен албанмын, мен жалайырмын, мен адаймын дейді ғой, ол дұрыс емес ағайын. Осыны серьезно айтам. Мен всегда жүрген жерімде айтам, жігіттер, олай бөлінбеңдер. Одан да бәріміз қосылып, арғын болайық деп айтып жүрем жүрген жерімде. Мен арғын дедім бе жаңа? Қазақ болайық деп айтып жүрем. Баяғыда қыз жібек айтты ғой, жас кезінде төлеген деп жүре беріптің, атақта Бекежанда нормальный екен ғой деп жаңа. Енді бүйтейік ағайын. Жасұлан, қызымыздың тұсауын кетейік. Енді кеспесек уже өзі жүгіріп кететін сияқты ғой. Сен де бір саспайтын адам. Осы қошақандарың өтсіп, өзің сияқты бұрымды болсын.